сөйтіп Қазақстанға келгеннен кейін оңды солды фатуа береді, оңды солды жаңағыдай үйретеді діни үкімдерді. Имам жамағатқа имам болуға ниет етеді, жамағат имамға ұюға ниет етеді. Сол тұрғыдан намаз толық болып есептелінеді. Олар жоқ, мен жамағатқа ұйимын дейді да. Алланың сипатына қатысты айттым, оны сахабалардан кім айтты, олар көзқарас деген кезде білмеймін, бірақ Ибн Тайми солай айтқан, мен соған еремін деді. Айтамын ғой, тақлид соқыр ересің бе деген кезде ары қарай әңгіме болмай қалды. Мен ғалымдар 7-8 ғасыр бойы таласқан нәрсені қалай мен сыйғызып тастаймын саған 1-2 сағатқа деп. Негізі бұлай мүмкін емес зат та, негізі ол түсіндіргеніңді қалайды 1-2 сағаттың ішіне, 1-2 әңгіменің ішіне сыйғызу. Ол түсінілмейтін зат қой, ол ұзақ уақыт керек қабылдау үшін адам деген сияқты, түсіне алу үшін. Имам Матурди жайында білгің келе ме? Википедиядан қарама. Википедиядан қарама, интернеттен іздеме мысалы. Ол қайдан қарау керек? Мысалы, Жарх ва Таъдил мәселе жазған, мысалы Имам Захаби секілді, Ибн Хаджар Асқалани секілді ғалымдардың кітаптарын қара. Асылға қарай кетуіміз керек қой. Алғашқы сахабалар заманына кетуіміз керек, табиғиндар заманына кетуіміз керек. Ең болмаса жаңағы мазхабтар заманына келіп тоқталуымыз керек еді. Бисмиллахир-рахманир-рахим, алхамдулиллахи роббил аламин. Құрметті көзқарақты көрермендер, бүгінгі подкастымызда жаңа қонағымызбен өздеріңізге белгілі Ат-Тақуа мешітінің ұстазы Қуаныш ұстаз, қош келдіңіз. Біздің подкастымызға сізді көптен бері шақырғымыз келіп жүрген оңтайлы сәті бүгін түсті. Және де көпшілік қауымға таныс Жұлдыз мешітінің бас имамы Рамазан бауырымыз, қош келдіңіз. Және де мен есім Қанағат, Иманғали мешітінің наиб имамы боламын. Енді құрметті ұстаздар, осы бір жаңа жылдың басында жаңа подкастқа қауышып жатырмыз. Алла тағала осыны ұзағынан қылсын деп сұраймыз. Бүгінгі қозғағымыз келіп отырған тақырып жалпы жат ағым, немесе теріс ағым, немесе өзінің сеніміне селқос түскен жандар жөнінде, жалпы сол жолға қалай кетіп қаламыз деген сұрақтарға жауап іздесек па деп өздеріңізді шақырып отырмыз. Сол жерде мынандай бір сұрақ шығады. Енді бұл жат ағымға негізгі апаратын жол діни сауатсыздық. Әрқашан адам бір нәрсенің байыбына бармаса, ол жөнде ілімі, білімі болмаса, ол бір нәрсенің артына еріп кетуі мүмкін. Енді ол әртүрлі адамның өзінің психологиялық типтеріне байланысты. Бірақ соның ішінде бір нәрсеге әуес адамдар болады, өзіне бір лидер іздейтін адамдар болады, біреудің артынан ергісі келетін адамдар болады. Сондай бір типтер болуы мүмкін. Енді менің айтқым келіп отырғаны, қазіргі таңда жалпы адам баласы қандай да бір ата-ана болмасын, өзінің баласын мектепке барып оқытады, ол жерде әліппе оқытады, жалпы базовый илімдердің барлығын бір ұстаздың алдында отырып оқылып, сол жерден білім алғанын қалайды. Бұл жалпы ілімге келгенде, бірақ діни ілімге келгенде көбіміз бұл нәрсеге селқос қараймыз. Жалпы ата-ана болсын, қандай да бір адам болсын, баласының діни іліміне келгенде өте жеңіл қарайды. Содан кейін ол арнайы бір оқыған, дипломы бар ұстаздың алдында отырмағаннан кейін, ұстаз көрген адамның алдында отырмағаннан кейін, әрбір адамды білімді ғылым ретінде, ғылыммен шұғылданатын адам ретінде көреді. Содан кейін осындай бір теріс ағымдарға, жат ағымдарға ұрынып қалу ықтималдылығы жоғары болады. Енді осы тұрғыда діни сауаттылықты қалай аламыз, оны қалай меңгереміз, соны бір Рамазан ұстаз өзіңіз сөзге тиек етіп кетсеңіз, тілге тиек етіп. Рахмет, бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Жалпы діни сауаттылық деп жатсыз ғой, негізі мүмкін көбінесе мен өзім естігенде мысалдарым бар. Жаңағыдай бізде адамдар көбінесе дінді ғылым ретінде санамайтын да сияқты. Негізі діни сауаттылық деп біз қақсап айтып жатырмыз ғой. Негізі дінді тек қана бір сенім немесе істеліп жүретін құлшылық деген сияқты. Мен өзім сондай кісілердің арасында болдым. Жаңа айтатын кезде не оқисыңдар 5-6 жыл, 7-8 жыл не оқисыңдар деген сияқты айтады да. Ол намаз оқу, ораза ұстау, сосын жаңағыдай бір жоралғылар бар деген сияқты, қажылық деген сияқты, оны сонша жыл оқыта беретін не бар? Бұның терең ілім екендігін жылдап тіл оқитын, одан кейін жаңағы негіздерін оқитын, усул фиқ, усул хадис деген сияқты оқитындарын түсінбейді адамдар. Сол да мүмкін алғашқы проблемалардың бірі шығар. Сондай немқұрайлы селқос қарағаннан кейін жаңағыдай ағымдарға адамдар еріп кетеді деген сияқты. Енді мәз сұраққа келетін болсақ, діни сауаттылықты қалай алуға болады? Ең бірінші бағанағы нәрсені түсініп, бұл ілім, бұны компетентный дейді орысша айтқан кезде, сауатты, құзыретті адамдардан алу керек. Бірнеше жыл соған уақытын арнаған, содан кейін басқа білімді адамдар осы жерден оқуға болады, осы адамнан оқуға болады деп дейді жаңағыдай. Дінде тәзкия дейді.
сондай совет берген, кеңес берген деген сияқты орталықтардан көбінесе біздегі проблемалар қай кезден шығып жатады? Қазақстанда діни ілім алмай бірден шетелге кетеді. Көбінесе жаңағы проблема шығып жатқан мемлекеттер Саудиядан оқып келген немесе Мысырдан оқып келген, арнайы бір орталықтарда емес. Мысалға Мысырдан оқып келгендердің көбісі сұрастырып келген кезде тіл орталықтарында оқыған. Марказдарда. Иә, марказдарда ол 3 жыл оқысын, 4 жыл оқысын, бірақ ол тіл орталығы, ол шариғатты бере алмайды негізі. Адам соны ол оқып жүргендердің өзі кейде түсінбейді. Араб тілін білсем шариғатты білем деген сияқты. Екеуі екі бөлек сала ғой. Мысалға 20 жыл, 30 жыл тілмен айналысқан жаңағыдай христиан орыстар бар мысалға. Ол шариғат ғалым болып кеткен жоқ, араб тілін зерттегенімен деген сияқты. Шариғат бөлек, араб тілі бөлек, соны түсінбейді. 3-4 жыл тіл оқиды ол адам. Сөйтіп Қазақстанға келгеннен кейін оңды солды фатуа береді, оңды солды жаңағыдай үйретеді діни үкімдерді, сосын халықтың бәрін адастырады. Сондықтан шариғат ілім ретінде бірінші адам қабылдау керек, одан кейін соны беретін арнайы орындарға тапсыру керек. Қазір мысалға Қазақстанның өзінде шықпай оқи беруге болады. Медресе болса медресе, университет болса университет бар деген сияқты ешқайда шықпай алуға болады деп ойлаймын. Осы тұрғыда енді Қуаныш ұстаз мысалы жалпы тіл оқиды, басқа бір марказдарда оқиды, немесе неше түрлі шейхтардың алдында отырады, бірақ бұл жердегі олардың ең үлкен мәселесі алуы бар да шейхтан, бірақ қайтадан бермейді ғой ол кісіге. Қабылдап алады да өзінің түсінігіне сай елге алып келеді. Мысалы хадисті болсын, аятты болсын. Содан кейін бір үлкен бір түсініспеушілік пайда болады. Мысалы имамдармен жолыққан кезде, ұстаздармен сіздерге келген кезде бір хадисті айтады. Хадисті ат-үсті түсінген. Енді оған түсіндірсең, ол сені бір білім иесі ретінде қабылдамайды. Өзінің түсінігіндегі бір адам бар. Енді осыларға қалай түсіндірсек болады? Ол мысалы хадистің астында оның мағына бар екен, немесе хадисті өзінің ойлағандай түсінбейміз, оның шарқына үңілу керек деген сияқты мәселелерде қалай түсіндірсек болады? Бисмилля, алхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Енді бұл бауырларымыздың жалпы сол жақтан оқып келеді, сол жақтан ілім алып енді келеді ғой мына жаққа. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, мысалы тіл оқып келеді немесе шариғатты оқып келеді, бірақ та мына жаққа келіп үлкен біз сондай бір фитна деп жатамыз ғой, бүлік шығарып жүрген бауырларды өте көріп жатырмыз. Өткенде де орталық мешітте ат-тариқа Мұхаммадия атты кітабын оқып жатқан кезде имам Беркауи рахмалла осы мәселені қозғайды. Жүректің дерттерінің бірі фитна тудыру дейді. Негізгі мақсат фитна тудыру, бүлік шығару. Соның мысалдарын келтіріп кетеді. Мысалдарын қарап отырған кезде қазіргі бізде болып жатқан жағдайдың бүкіл жағдайдың барлығын келтіріп кетеді. Яғни ілім алған кезде толық бір мәселені зерттемейді, келіп алып соны ортаға тастай салады. Немесе сондай мәселе қозғайды, біліп тұр, ол көзқарасты осы жергілікті мекенде ұстанбайтын адамдар дейді. Келіп алып басқа көзқарасты алып келеді дейді. Біле тұра. Білетті, мысалы жақсы қабылдайды да, мысалы Хамбали мазхабын ұстанады деп айтайықшы, енді өтірік нәрсе негізі ұстанбайды, бірақ ұстанды деп алайық та, мысалы соны алып келеді де, мысалы ханафилердің арасына тастау мәселесі ол үлкен проблема. Өйткені қарайған адамдарды көрдік, мысалы соның кесірінен намаздарын тастап кеткен адамдарды көрдік, мүлдем дінді жоламай кеткен адамдарды көрдік та. Не үшін? Өйткені даналық жоқ та, хикмет жоқ та, даналық жоқ. Яғни сен қай жерге келіп жатсың, ол жердегі адамдар қандай, ол қандай ұстанымда деген секілді адамның негізгі мақсаты не еді? Уағызшылардың, дәріс беруші адамдардың мақсаты адамдарды Аллаға жақындату. Дінді ұстанған кезде толықтай ұстанатын адамдарды тәрбиелеп шығару мақсат негізі. Адамдарды Аллаға жақындату, құлшылықтарын дұрыстап беру. Енді мақсат сол болса, неге қажеті бар деп сұрайсың да, мысалы сұрақ туындайды. Не керегі бар? Мына жақта ханафи мазхабы үйретіліп жатқан болатын болса, сен ханафи мазхабын мойындап тұрған болатын болсан, не керегі бар басқа жақтың мысалы пәтуаларын алып келу, көзқарастарын алып келу? Керек болса, солардың да мысалы шейхті деп жүрген үлкен ғалымдардың өздерінің пәтуаларын көріп отырық қой, мысалы. Егер де сен ханафи елді мекенге баратын болсаң, ханафи мазхабын тарат деп айтады деген секілді. Сондықтан да проблема сол осы бер жақтан алып келіп жатқан шәкірт деп айтамыз ба, енді толиптіміз деп айтады ғой енді. Ешқандай толиптің деңгейінде жетпеген адамдарға қарап тұратын болса, негізі қаншасымен сөйлесіп жатырмыз мысалы. Сондықтан да проблема сода болып тұр ғой негізі. Жаңағы өзін көрсете алмау деген мәселе. Енді әртүрлі енді жүрек аурулар бар. Соның бірі сол манағыдай бүлік шығару, өзіңе назар аудару деген секілді, өзіне қарату мақсатында әртүрлі нәрсе жасалып жатады, бірақ та қандай бүлікке алып бара жатқандығын өздері кейде ойлана ма, ойланбай ма, кейде сұрақ туындайды. Енді бұндай жағдайда мысалы мынандай көп кездеседі да, олар оқып келеді,
арнайы бір оқу орнында марказдарда оқып келеді, басқа оқып келеді. Енді тек қана марказ оқымайды, ол қосымша бір жерлерге барады ғой ол. Енді мысалы 3 жыл Александрияда жүрді дегеннің өзінде тек қана Байниядай оқып жүре бермейді ғой. Енді ақылды адамның ісі емес қой ол. Себебі оның арнайы мақсаты шариғат оқуға шықты да. Енді кейде сөйлесіп қаламыз ғой, енді мысалы айтады, 3 жыл не оқыдың? Байниядай оқыдым. Грамматикадан не оқыдың? Ештеңе оқыған жоқпын дейді да. Мысалы енді бірдеңе жасырып тұрғаны белгілі да, бірақ олар келді елге, енді білім бар, бір нәрсе арқасында бар, таратқысы келеді. Және таратады олар. Әліппе оқытады, тіл оқытамын дейді, бірақ көп жағдайда көрдік, тіл оқытқанның өзінде ақидамен түсіндіреді да. Грамматиканың өзін ақидамен түсіндіреді. Әрбір нәрсеге ол кіргізіп тұрады. Яғни олардың басында установка бар, ақиданы түсіндіруім керек. Ол алдында қабылдап жатқан адамның деңгейіне мүлдем қарамайды. Мысалы, адамның дін қабылдау деңгейі неше түрлі болады. Мысалы, имам Шафиғилардың өзі адамның деңгейіне сай өте керемет мысалдармен келтіреді, өткенде айтқанымыздай. Мысалы, сиыр шөп жейді, ол шөптен сүт шығады деген секілді, ол желімінен кессең қан шығады, саусаң сүт шығады деген қарапайым адамның ақыл деңгейіне салып, Құдайдың бар екенін дәлелдеп, үлкен ғалымдар осындай өзінің сондай үлкен дәрежесіз болса да төмен дәрежеге түсіріп түсіндіру, ол білім деңгейі. Бірақ бұл жердегі бауырларымыз келеді де ар-рахман ар-арши истауа бастайды мысалы. Бұл проблема енді неше жыл болды келе жатқанына тоқтамайды. Енді бұны қалай алдын аламыз, немесе ол жігіттердің ішіндегі ілімділері сондай өздеріне сенімді болса неге ұстаздармен диспутқа келмейді деген сияқты мәселелер бар. Енді диспутқа келу мәселесіне ең үлкендерінің өзі келмей жүр ғой негізі. Шәкірттерін айтпағанның өзінде жаңағыдай жахил дейді ғой, арасында білімсіздерін айдап салады. Ол білімсізге бәрібір ғой, жаңағыдай білімсіздігімен жеңіп кетеді да, ол адамды сөйлетпейді, иә деп. Ең үлкен ұстаздардың өзі бұл фитна деген сияқты. Ол фитна емес, басын айтқан кезде не жоқ, жаңағыдай білім жоқ, дәлелдей алатын білім жоқ. Мысалға, кезінде сондай оқып жүргенде оқиғалар болды. Біз кейбір сол топтың жігіттермен талиптар дейді ғой, оқып жүрген пікірталасқа келіп қалған кезде интернетте, сөйтіп ол кісілер үлкен ұстаздармен жасайсың ба деп шақырады жаңағыдай. Сосын бізде енді айтамыз ғой, үлкен ұстаздар болатын болса, бізде шайық үлкен ұстаздарға, бізде де бар альхамдулилля ғалымдар деген сияқты. Ол кезде сразу не істейді, ал не үшін сен бізбен шығасың да олармен шықпайсың деген сияқты, значит сенде диспутқа шығуға болады екен ғой. Бірақ анадан қорққандықтан немесе дәлелің жеңіліп қалам деп ойлағандықтан шықпайсың деген сияқты. Артық қуыс жаңа не дейді ғой, артық қуыстың сондай несі болады да, қорқынышы болады. Білім қалама деген сияқты, білімсіздігім көрініп қалама деген сияқты ғой. Дәлел болмағаннан кейін. Мысалы, Қуаныш ұстаз Атырауға келген кезде, біз Аттақуада Қуаныш ұстаз таныстырып жатқанда айттым да мен. Жаңағы көп адамдардың андай несі бар ғой, мынау Қазақстанда оқыған, мынау шетелде оқыған деп бөледі жалпы жамааттың арасында сондай. Мен айттым, жақсы, мен енді Қазақстанда оқыдым енді. Мен қазақтардан алдым енді ілімді. Енді Қуаныш ұстаз келді. Арабтардың көзін көрген, нағыз қаймақтан алған. Ал келіңдер дедік та. Мысалы, осы бір соңғы 3 жылдық көлемінде ұстаздық қызмет еткенде сондай өзінің қолтығына кітабын қысып, жоқ, мен өзімнің ақиқаттамын, мен осы жолдың дұрыс екенін дәлелдеймін деп бір келген адам болды ма сізге? Жоқ, менде болмады. Осы уақытқа дейін, мысалы, енді бұрын айтып жатырсыз ғой, мысалы, шетелде оқығанды тыңдаймыз деген сияқты, өзінше мысалы Қазақстанда ілім алғандарды мойындамайды деген секілді айтылып жатырды. Ол бұрыннан келе жатқан нәрсе. Негізі олардың осылай айтуы өтірік нәрсе. Неге? Өйткені басында болды, мысалы имамдар деген сақал қоймайды деген сияқты сондай әңгіме айтылды. Кейін сақал қойды, бірақ ешкім келген жоқ та, мен машалла сақал қойды деген секілді. Сөзі дұрыс екен ғой деп ешкім келген жоқ та. Ол андай соны жоқ нәрсе да ол деген. Қаша береді да. Мысалы, сен не нәрсе істесең де олардың жаңағындай айтып жүрген нәрсесін айтпайынша, мысалы Құранда да келеді ғой, манағындай христиан яһудилер деген сияқты, мысалы сен оларға ермейінше разы болмайды деген сияқты, сен де мысалы олардың ұстанып жүрген нәрсесін толықтай айтпайынша сен разы болмайды да ешқашан. Олар ешқашан разы болмайды. Сондықтан да оның манағындай имамдар бейтпейді, сөйтпейді деген нәрсе толықтай олардың діндеріне өтпейінше олар мойындамайды да. Ол үшін де манағындай жалған нәрсе, ол манағындай. Тәңіршілерге ұқсайды екен осы жері. Тәңіршілер де сондай ғой, исламға бір күмән тастайды, ол күмәніне жауап берсең, екінші күмән, ол екінші күмәніне жауап берсең, үшінші күмән, ол қабылдау емес мақсат. Тек қана күмәндарды көбейту. Сенейін деп тұрған жоқ, ана бір кісі ағылшын тілді ортада ғой, жаңағыдай бір атеистке сұрақ қояды.
саған аспаннан бір есік ашылып мен құдаймын десе сенесің ба дейді жаңағы кісіге. Жоқ, сенбеймін дейді. Саған не істейміз енді дейді андай. Соның өзінде сен сенбей тұрсың ғой, ол галлюцинация деп ойлаймын дейді мен оны. Саған енді ешқандай дәлел көтпейді ғой онда дейді. Не үшін бізде талас болып жатыр, сен изначально қабылдамаймын деген позицияда тұрсың деген сияқты. Бұл кісілер де солай ғой, негізі изначально мен сені қабылдамаймын, сен бидғатсың, сен адасқансың, қанша жерден айтсаң да жаңағыдай біз тыңдамаймыз деген сияқты. Ана Құранда келеді ғой сөйтіп жаңағыдай жаңа мұнафықтарға қатысты айтқан кезде сен шақырсаң да шақырмасаң да бізге бәрібір деген сияқты, айтсаң айтпасаң да деген сияқты. Сондай көзқарастағы адамдар да. Өйткені осы уақытқа дейін де мысалы олар айтып келді, мысалы Құран, сүннет деген секілді сондай ұрандармен жүрді ғой. Енді мысалы білесіз, мысалы ат-тақуада Құранды үйреттік, тәпсір беріп жатырық, хадис беріп жатырық, ақиданы айтып жатырық мысалы. Біреу де келген жоқ та мысалы. Сондықтан да олардың манағындай айтқан нәрселері ол жалған нәрсе, ақиқатта қабылдау мақсатында емес та. Ақиқатта қабылдау мақсатында емес ол. Иә, олардың жаңағы бір айтатыны бар, имамдарға сенбейміз. Сендерге сенім жоқ. Жақсы, онда имамдармен сөйлеспесеңіз, ұстаздармен сөйлесіңіз, жеке сөйлесіңіз, кафеге шақырып алып сөйлесіңіз. Бірақ бәрібір ашық бір сөйлесуге келмейді. Енді ол сен ақиқатта болсаң, сен өзің Құран мен сүннетпен жүргеніңе сенімді болсаң, неге камераны қойып жан-жақтан әлемге паш етпеске, мысалы өзің анық сенімде болсаң, не үшін қорқасың сен? Иә. Яғни артында бір қуыстық бар, бір қорқыныш бар. Енді бұл нәрседен келіп шығатыны екінші нәрсе бар. Енді бұл жалпы жат ағым, жалпы сәләфилік идеологияда жүргеннің көбі қазір бір тақия режиміне бір көшіп кетті. Бір тыныштық режиміне өздерін бүркеп алды. Жоқ, біз ешкімге қарсы емеспіз, намаз оқысаң да оқымасаң да мейлі деген сияқты. Бірақ осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын олардың түсінігінде оларға ғылыми, білімі, тойтарыс берілмей тұрғанда олардың сөйлеуі қаттырақ еді. Иә. Мәжбүрледік солай істеуге дейсіз ғой. Иә, ол кезде мысалы қазіргідей ілім талап етіп келген жігіттердің саны өте аз болды. Бірең сараң Алматыда, Шымкентте ғана еді. Мысалы біздің өзіміздің жергілікті ұстаздарға өте қатты мұқтаж болдық. Бір нәрселер сұраған кезде оған жауап бере алмай қалып жаттық. Бірақ олардың дауысы қатты еді ол кезде. Келіңдер жаңа диспутқа, ол кезде диспутқа келіңдер сөйлесейік. Жаңа құптан намазынан шығып кел, ол кезде жамағат құптан намазынан шығып келеді, ұстап алады сені, бар ғой. Мұжат сені. Жауап бере алмайсың оған, себебі білім жоқ. Ал енді ілім алып келгеннен кейін қазір оларда бір біз байсалды болайық. Фитна керек емес, бөлінбейік. Неге тиісе бересіңдер деп. Неге тиісе бересіңдер деген режимге түсіп кетті. Бұл енді бұны қалай түсінеміз бұл мәселені? Енді жаңағыдай ғой, мәжбүрледік деген сияқты соған. Басында жайлап енді былай десе дәлелмен жауап тастайсың, мысалға қолды кіндіктің астына қою кезінде тиісіп жүрді ғой бізге. Кейін зерттеп келген кезде қараса 4 мазхабта да сол дұрыс көзқарас дейді. Көптеген мұхаддистердің көзқарасы, жаңағы араб әлемінде қазір сәләфилердің өзі мойындайтын Абдуссалам қателеспесем Аш-Шуайри деген ғалым шықты. Сол кісі айтады, мысалға қолды кіндіктің астына қою мәселесі ең дұрыс көзқарас дейді. Кіндіктен жоғары қою деген әлсірек көзқарас, көкірекке қою деген мүлдем. Ғалымдар, соның ішінде Ахмад ибн Хамбал, Исхақ ибн Рахуях деген атақты мұхаддистер жоққа шығарған деп біздікі дұрыс екендігі өзі көрініп қалды. Сол сияқты бүкіл мәселеде дұрыс, біздікі дұрыс болып қалғаннан кейін енді айтатын сөз жоқ, дәлел жоқ, не істейді бағанағыдай бірлік. Кейбір жігіттер болады андай бір көшеде былай күш көрсетіп бастайды, сосын қарсысындағы адам одан күшті болып қалса жайлап сабыр деген сияқты, сол сияқты әңгіме ғой. Енді бұл қарапайым тілмен айтқан кезде әлсіздіктің белгісі деп ойлаймын. Өткенде де осы мәселені қозғаған едік, дәріс барысында болып отқан кезде осы нәрсені айттық. Кезінде мысалы көтеріп жүрген, фитна тудырып жүрген, сендер бидғатшын деп айтып жүрген мәселенің барлығы қазір почти 90% не болды, дұрыс болып шықты. Барлығы айтылып жатқан негізгі хадиске сай амал болып шықты да. Мысалы қарапайым, мысалы намазда сәждеге барған кезінде айқай-шу шығарды. Мысалы қазір енді тіземен бару нормально болып қалды, өзінің пәтуалары шығып жатыр, имамдар кезінде айтып кеткен. Немесе өздерінің мұхаддис санайтын Альбани мысалы әмейінді іштен айтқан жақсы деп айтады. Мысалы имам деген іште айтса, сен де іште айт деген сияқты. Хадис айтады, имам деген ол үй үшін қойылған адам деген сияқты, ол іште айтма, сен де іште айт деген секілді көзқарастар бар екен. Енді соны Саудияда оқып жатқан бір бауырымыз бар, сәләфи бауырымыз.
соған айтамын ғой енді кезінде осы үшін де кезінде талас айқай шығардыңдар ғой десек, енді білмей қалдық қой деген сияқты нәрсе айтады да. Енді кезінде біраз нәрсе білмей қалдық қой, сендерден де қате болды, бізден де қате болды олар деген сонда секілді. андай ма, мысалы кітапты оқып келе жатады да, көріп қалды, болды айту керек. Дәл сондай. Мәтінді соңына дейін оқылмай ма? Мысалы ана Абдул Вахабтың Адабу Машилас Солама бір кітабы бар еді ғой, бір жаңағы қолды кіндіктің астына байлау керек деген мәселелер шығып кетті ғой ішінде, бірақ оны қабылдап жатқан ешкім жоқ қой. Олардың түсінігінде сонда қазіргі басына қалыптасқан бір құйылған нәрседен теріс бір нәрсе айтылса бәрібір қабылдамау керек дейтін ұғым бар да оларда сонда. Бұдан шығатын нәрсе негізгі олардың манағыдай негізгі ұрандар болды ғой, мысалы Құран сүннет сахабалардың түсінігі бойынша деген айтып жүрді. Негізінде ақиқатында қарайтын болсақ, олардың ұстанымдары тек қана соңғы шейхтардың пәтуаларымен шектеліп қалғанды. Өйткені 4 мазхабты зерттеп қарайтын болсақ, қазірде мысалы білесіздер, көріп жүрмін, мысалы статусқа салып жүрмін, шәкіртіммен сол кітапты оқып жатырмыз. Хамбали мазхабы мен қазіргі заманауи сәләфилердің арасындағы айырмашылық деген бір шамамен бір 700 бетті кітап арналған. Соның ішінде ақида мәселесі, фих мәселесінде және де тәзкияту нәфс деп айтамыз ғой, яғни тасауф деп айтамыз ғой. Сол мәселенің ішінде осылардың сәләфилердің Хамбали мазхабына ешқандай қатысы жоқ екендігін дәлелдеп жазған. Бүкіл мәселеде ақида бола ма, фих бола ма, тасауф бола ма, ешқандай қатысы жоқ деп айтады да. Сондықтан да қазір неге, өйткені қазіргі кезде сондай нәрсе шығып жатыр. Білесіздер, мысалы кейбір жігіттер мен сәләфи емес, мен хамбалимын деген сияқты, хамбали мазхабы маған ұнайды деген секілді нәрсені айтып жатыр. Ал негізі шындығына келген кезде ешқандай хамбалиға қатысы жоқ та бұлардың. Ешқандай сенім мәселесі бола ма, бүкіл мәселеде. Сондықтан да бұлардың айтып жүрген нәрсесі жалған нәрсе, өтірік ұранды. Адамдар соған, жастар сеніп қалады. Машалла, Құран сүннетке ұстанбаймыз ба мазхабқа қарағанда деген сияқты, сонымен алдам қалады. Ұрандарына өтірік ұрандарда, бірақ ар жағын қарайтын болсан, ешқандай Құран сүннетке тым үлес жоқ. Харижилердің кезіндегі ұран сияқты, харижилерде Құран үкім етсін деп сахабаларға қарсы шыққан адамдар ғой енді. Бағанағы мысалға айттыңыз ғой, бір кітапты бастайды, сосын үкім айта бере ма деген сияқты. Мен ойлаймын да, мысалға негізі ол кез келген шәкіртте болуы мүмкін проблема ғой, бір жаңа нәрсе көрсең айтқысы келіп тұрады адам деген сияқты. Бірақ мен көргенде мысалы медреседегі ұстаздар қадағалайтын еді негізі оны. Әрдайым ескертіп отырады, сен піспей тұрып жаңағыдай не істеп кетпе, әлі ілім толық алмай тұрып шықпа деген сияқты, көрінбе деп. Бұрынғы ғалымдардың несі сол ғой, жаңағыдай тәсілі. Имам Абу Ханифаның шәкірті Абу Юсуф бір кезде Абу Ханифаның рұқсатынсыз жаңағыдай өзі ілім мәжілісін ашып ілім беріп бастаған кезде бірнеше жаңағыдай сұрақ қойып қайтып ол кісінің орнына келтіреді, сен әлі дайын емессің деген сияқты, дайын кезде өзіміз береміз рұқсат деген сияқты. Мен көргенімде солай болды да, бір кезінде біздің медреседе 2 жыл ма оқып кеткен бір жігіт, біздің медресе ме или басқа медресе ме қателесіп қалдым, сол 2 жыл оқып кеткен жігіт интернетке шығып ютубқа имам Ғазалидің андай рухани бір қиын мәселелерін талқылап жатыр екен. Ихя улумуддиннен рухани бір нелер болады ғой, өзіңнің практикасымен жетіп дәлел несейтін жаңағыдай түсіндіретін заттарды ол тек қана жаңағыдай сыртқы іліммен келіп түсіндіріп жатыр. Сосын жаңағы ұстаз айтады, мен оған кейін жекесіне шығып ескертіп дейді да, сен дайын емессің әлі. Сен 2 жыл оқыдың, әлі ондай деңгейге жеткен жоқсың, қой деген сияқты. Олардың ұстаздар айтпай ма деген кейде ой келеді. Керісінше сен осы жерден алған іліміңді не істеуің керек? Ақиқатты жеткізуің керек. Жаңағыдай қағидалар бар ғой, бір муахид, жаңағыдай қарапайым муахид 100 бидғатшы ғалым жеңеді деген сияқты. Сен барлық жерден жаңа жеңіп кетесің деген сияқты, сөйтіп не беретін сияқты, от беретін сияқты, жаңағыдай барда жеткіз, осыны ақиқатты айт деген сияқты. Сондай тәсіл болғаннан кейін неге ол айтпайды, неге ол жаңағыдай адамды адастырмайды деген сияқты ғой. Бізде керісінше сен біразға дейін медреселерде басып келеді, әлі сен дайын емессің. Кейде сол неуверенностьтен кейбір шәкірттер шыға алмай қалады, медресе бітіргеннен кейін де андай мен дайын емеспін. Бір қарасаң, бере алмай қалады. Беретіні бар, біршама әңгіме айтатын, бірақ кезінде жаңағыдай басып не істеп тастаған деген сияқты. Бізге де ұстаз солай айтатын еді, мысалы анау кейбір шәкірттер Бұхариді ұстап алып енді бір тіл шыққаннан кейін бастайды ғой, сондай бір нәрселер, аурулар пайда болады. Сол кезде айтатын еді, хадиске өзің жеке кірме ешқашан. Ұстазбен кір, жолы бар, оны түсінетін. Ертең екі бір-біріне қарама-қарсы хадиске жолыққан кезде сен дініңе кішкене күмәнданып қаласың. Енді соны түсінбейтін адамдар көп қой, мысалы. Ол хадис, жаңағы үкім хадистер бар ішінде, ол жаңағы тек қана тақуалыққа байланысты, жаңағы фадаил амал дейміз ғой. Сондайға қатысты хадистер болса мейлі, мысалы имам Науауидің Рият Солихин ашып оқып отыр, өзінің жаңағы намаздарына деген құлшынысын арттырып отырса бөлек әңгіме. Бұл жерде жаңағы бәбус соляға кіреді, бәбус соумға кіреді деген сияқты. Үкімдер талқылап кетеді. Үкімдер талқылап кетеді. Мысалы осындай бір проблема шықты бір кездері.
мешітте имамдық қылып жүрген кезімізде имам қателесіп қалады намазда. Бізде ханафи мазхабы бойынша уәжіптерінен қателесетін болса, біз не жасаймыз? Сәху сәждесін жасаймыз. Енді сондай бір топ шықты арада, біз сәху сәждесін неге жасауымыз керек? Одан да бір ракағат қосып оқып алайық деген бір топ шықты. Енді осы мәселеде біз қалай оларға жауап бере аламыз, немесе не түсіндіре аламыз? Біздің ханафи мазхабының ерекшелігі, енді бағана да айттыңыз ғой, бір бөлек подкаст арнау керек шығар ханафи мазхабының дәлелдеріне қатысты. Себебі біздің мазхаб өте күрделі, дәлелдері де өте қуатты, бірақ бір айтқаннан түсінбеуі мүмкін деген сияқты. Адам мысалға біздің жамағаттың несі қандай, жаңағыдай ойлау деңгейі қандай, хадис айтып сразу сол жерде дәлелдеп тастауың керек. Мынандай хадис келген, былай деп айтылған деген сияқты. Өте ондай оңай емес қой. Егер өте олай оңай болған кезде талай адам ғалым болып кетер еді. Ілім деген ұзақ алынатын процесс қой. Жаңағыдай қателеспесем Ибн Уахб деген үлкен ғалым бар, мұхаддис, сол кісі айтады, мен имам Малик пен имам Лайс болмағанда адасып кетер едім дейді. Себебі мен әрбір хадиспен амал етуге болады деп ойладым дейді. Үлкен жаңағыдай ол кісілердің кезінде мұхаддис деп аталу үшін 300 мың 500 мың хадис аттау керек кездер ғой. Сондай кезде сол кісінің өзі айтып берді, мен 300 мың хадис білген адамның өзі мен адасып кетуге шақ қалдым дейді. Сол себепті айтып отқаным, жаңағы бір хадиспен аузын жауып тастау мүмкін емес те ол жерде ол адамның. Оны отырғызу керек. Бірінші ілімнің қалай басталады, бұл усулі қандай, Құранмен үкім алудың қандай негізі бар, хадиспен қалай деген сияқты. Екі хадис бір-біріне қайшы келсе, ол хадиске сахабаның амал етуі бар ма деген сияқты мәселелер. Солардың бәрін түсіндіріп отыруға уақыт кетеді да. И имамдар бірден жауап бере алмай қалған кезде жаңағы хадиспен жамағат бізде дәлел жоқ деп ойлап қалады. Осындай парадокс енді. Қалай шешу жолын іліммен шешетін шығарсың, басқаша амал жоқ жаңағыдай. Іліммен, немесе біз өзіміздің жаңағы ілімдерімізді дәлелдеп не істеп алғаннан кейін жаңағыдай жамағатқа айту керек. Біз үкім айтамыз, соны қабылдайсың. Ары қарай сен түсіну мәселесінде болатын болсаң, пожалуйста, кел, 1 жыл 2 жыл ілім ал. Ал мен 1 сағаттың ішінде саған түсіндіріп жібере алмаймын деген сияқты. Жасұлан Жүсіпбек ұстазымыз айтатын еді, неде бір отырыста болған кезде айтты, мен кезінде Алясқа бітіріп келген кезде, жаңағыдай енді бітіріп келген кезде осы неге шақырды дейді, батыс өңірлеріне гастроль жасап бүйтіп айналып. Сол кезде Құлсарыға бардық дейді, бір жамағатпен кездестік. Ақида мәселесін талқылап жатырмыз. Айтып жатырмын, 1 сағат өтті. Анау айтады дейді, сәләфи алдында отырған, ақи тез болшы, айтшы айтатын деп. Тағы отыратын, бір 3-4 сағат отырдық дейді. Ең соңында жынданып кетті, ақи айтатынды тез айтшы деп айтты дейді да. Сосын Жасұлан ұстаз да Қостанайдың жігіті ғой, енді оның да мінезі бар екен. Сосын ең соңында ашуланып кеттім дейді, мен айтып. Мен ғалымдар 7-8 ғасыр бойы таласқан нәрсені қалай мен сыйғызып тастаймын саған 1-2 сағатқа деп. Негізі былай мүмкін емес зат та, негізі ол түсіндіргеніңді қалайды 1-2 сағаттың ішінде, 1-2 әңгіменің ішіне сыйғызу. Түсіндірілмейтін зат қой ол. Ұзақ уақыт керек қабылдау үшін адам деген сияқты, түсіне алу үшін. Барлық мәселе сол іліммен шешіледі деп ойлаймын енді. Негізі жамағатта да сол нәрсеге үйрете беру керек секілді. Өйткені жамағатта сол жеңіл нәрсеге үйреніп қалғанды тез жауабын тапқысы келеді деген сияқты. Ғылыми түрде түсіндіретін болсан, ол қабылдай алмайды. Сонда екі ортада қалып қояды да. Былай ма деген сияқты. Сондықтан да жамағаттың деңгейін көтеру керек секілді. Енді мысалы бізде ханафи мазхабында намаз оқыған кезде бізде 4-ші ракағат міндетті түрде байлану керек. 4-ші ракағат ат-тахиятпен міндетті түрде байлану керек. Егер ол байланбай қалатын болса, фарз дұрыс емес, қайтадан қайтару керек болады. Бірақ бұл жерде кейбір жігіттер жаңа ат-тахият мөлшерінде отырмастан тұрып кетіп жатады да. Мысалы бұл кісінің намазын қазасын өтеу керек болып табылады ғой енді. Осындай жерде түсініспеушілік мәселелер шығады да. Қайдан алды, неден шықты ол нәрсе. 4 ракағат намаз неге толық оқылмады деген бір түсініспеушіліктер шығады ортада. Немесе мынандай бір жағдайға жолықтық бір кездері. Осындай намаз бұзылды бір себептерге байланысты. Артта тұрған жамағат өзімен өзі оқып жатыр. Сенің намазың жоқ, имам намаз бұзылып кетті болды енді. Мен имам қойған жоқпын дейді. Қалай сонда? Енді бізде ханафи мазхабының түсінігі бойынша біз келеміз, имам жамағатқа имам болуға ниет етеді, жамағат имамға ұюға ниет етеді. Сол тұрғыдан намаз толық болып есептелінеді. Олар жоқ, мен жамағатқа үйеймін дейді да. Имамсыз оқи берем ма дейді. Сонда намаз имамның дәреті бұзылып кеткен жағдайда рахатта өзің оқи бересің. Бұл бір сенім бар ма бұл жерде, бір немесе Шафиғи мазхабының, Хамбали мазхабының усулы бар ма? Мысалы Шафиғилерде имамның артына ұйыған адамның артына келіп үйі беретін бір өздерінің қағидалары бар ғой. Жоқ, негізі бұл олар бір мазхабтың негізіне негізделмейді. Сол проблемасы сол жерде деп ойлаймын негізі. Ана мазхабтан бір зат алады, мына мазхабтан бір зат алады.
кейін қараған кезде оның намазы ешқандай мазхабпен дұрыс емес болып шығады. Осындай бір оқиға болды баяғыда неде оқуда жүрген кезде медреседе біз Шафиғи жігіттермен оқыдық. Сөйтіп Шафиғи жігіт имам болды, көбінесе сол кісі дауысы жақсы етін, жаңағы қаридың. Сол кісі оқыды, сөйтіп болғаннан кейін ханафилер намаздарыңды қайтып оқыңдар, мен қанап кеткен еді денем деді. Сөйтіп біз енді жаңағыдай ол қатты ерінген емес, бірақ андай ғылыми не болды да, интерес дейді ғой, қызығушылық. Сен Шафиғисің, сенің мазхабыңда намаз дұрыс, имамның намазы дұрыс, біздікі де значит дұрыс қой деп не істедік. Біз қайтып оқымаймыз ғой деген сияқты. Сөйтіп ұстазға бардық, ұстаз айтты, сен Фатиха оқыған жоқсың ғой бәрібір дейді. Иә, сенің мазхабың сенің оқыған намазың Шафиғилердікімен де дұрыс емес, ханафилердікімен де дұрыс емес, екі ортада қалып қойды. Сен толық Шафиғимен оқысаң, имам Шафиғидің мазхабымен дұрыс болды деп мүмкін не істейді, қабыл етілер еді деген сияқты. Немесе толық ханафимен оқып Фатиханы оқысаң қабыл етілер еді деген сияқты. Бірақ сен екі ортада қалдың. Я Шафиғи емессің, я ханафи емессің. Олардың намаздары немесе құлшылықтары көп істеген амалдар солай сияқты. Я толық ханбали емес, я толық Шафиғи емес, я толық ханафи емес. Әрқайсысынан бір үкім алынған. Мысалы біз оқиға болып бір умраға барған кезде жаңағыдай такси жігіт жолда кетіп бара жатырық, сөйтіп енді ыңғайсыз уақыт қой, 5 мен асыр қателеспесем бірге оқып алайық деді, жаңағы 5 мен асырды. Жаңағы ханбалилер де бірге еді ғой, біріктіре алады. Уақыт кірместен 5-нің уақытында 5 асырды да оқып алайық деді. Себебі ол таксиге тоқтамай жүре берген ыңғайлы ғой Меккеге дейін. Сосын біз қоймаймыз, жоқ деп, біз асырды, жолда мешіт қойып тоқтайық деген сияқты. Сосын ол мен ойладым, енді ол өте жаңағыдай білімсіз жігіт қой енді. Бізде мазхабтан мазхабқа өткен кезде шарттары бар, сақталу керек. Сол мазхабтың үкімдері, мысалға ханафи мазхабында дәреттің тек қана 4 парызы бар. Шафиилерде көбірек деген сияқты. Ол парыздарын дұрыстап істемейтін болсаң, Шафиғи мазхабымен бағана айтқандай дұрыс болмай қалады намазың. Ол көлік жүргізуші оны біледі деп ойламаймын мен. Ол әншейін қосылуға болады деді, қоса салды, болды. Бұл жігіттер де солай сияқты негізі. Істеуге болады мынаны, андай жоқ, ана мазхабтың сенің усулын білуің керек, ол мазхабта намазың дұрыс па, ана мазхабта намазың дұрыс па деген сияқты. Кімге еріп жатсың деген сияқты. Таза тақлид қой онда бұл. Иә, тақлидтің де андай қобих дейді ғой, өте жаман тақлид қой негізі. Бұл нәрсе бар да, тәлфиқ мәселесі бар да. Тәлфиқ яғни бірнеше көзқарасты біріктіру, араластыру. Бұл нәрсені ғалымдарымыз харам деп айтқан. Мысалы дәрет мәселесінде мысалы алып жатқан кезде нәпсіне жағатын мысалы ханафи мазхабын алады деген сияқты. Кейін барып намаз оқыған кезде мысалы қан ағатын болса да басқа мазхабта бұзылмайды деп соны ала салады деген секілді. Дінден манағындай мәселеде анда-мында секіріп жүру бұл харам нәрсе. Өйткені мысалы ұстаздарымыз айтатын еді, кейбір ұстаздар әзілдейді да, енді ханафилер мутағассиб деп айтады, енді тағассуб мәселесі дейді да. Сонда бір ұстазымыз айтып өтті, ол тағассуб емес, ол тәмәссүк деді. Яғни манағындай қатып қалу емес, ол деген дінге берік болу мәселесі дейді. Неге? Өйткені мысалы имам Каусари рахмаллахында кітап бар ғой, мысалы ля мазхабия деген сияқты. Яғни мазхабсыздық ол дінсіздікке алып баратын көпір деп айтады да. Яғни мазхабсыз жүретін болсаң, бір күні дінді тастап кетесің. Өйткені сен уже нәпсіңге ерік беріп қойдың ба, анау болады, мынау болады деген секілді өзіңе жағатын нәрсені ала беретін болсаң, күндердің бір күні дінді тастап кетесің. Сондықтан да қазіргі көріп жатқан адамдарымыздың, мысалы сол жолда жүрген бауырларымыздың сөйтіп не істеп кетті, мысалы діннен алыстап кетті. Ана жерде мына пәтуаны алады, мына жерде мына пәтуаны алады, дінде тұрақтылық жоқ. Ал адамның миына бір нәрсе бола береді деген нәрсе кірсе, не істейді, үйреніп қалады ол нәрсеге. Ана жерден алады, мына жерден алады, сөйтіп не істейді, дінін тастап кеткенін өзі байқамай қалады. Сондықтан да ол тағассуб емес, ол тәмәссүк, яғни дінге бекем болу, дінде тұрақты болу мәселесі да негізді. Мазхаб деген нәрсе тұрақты болу. Немесе ол сенің Алланың алдында шынайылығында сенің. Алланың алдында шынайы болды. Бір ғалым саған болмайды дедің, болмайды тұр сен. Сен келіп алып манағындай болады деген басқа мазхабты іздеп сөйтіп, ана жақта болады екен деп жүре беру, бұл дінмен ойнауға негізі. Дінде тұрақты болмау. Өзі білет негізі дұрыс емес екен. Негізі білет, негізі несерьезность қой негізі. Дінде несерьезно қарауға шындығына келгенде. Сол үшін де ғалымдар ол тәлфиқ мәселесін манағындай пәтуаларды, көзқарастарды араластырып сөйтіп жинап жүруді харам деп айтқан да. Діннен де шығып кетеді деп айтады ғой. Діннен де шығып кетеді, дінде көзқарастар бар. Енді жұмсақ түрде айтып отқан нәрсем харам деп. Яғни сыртқы кейпі өте дінді қатты ұстайтын бір тақуа құлдың бейнесі бар. Бірақ шын мәніне келгенде ол әрбір жаңағы пәтуаларды әрбір жерден, әр мазхабтан ұстап жүретін бір өзінің дінін жеңілдетіп жүрген бір жан, былайша айтатын болсақ. Енді бұл нәрсенің енді шыққаны бүгін емес.
бір жыл бұрынғы нәрсе емес, өте көп болды. Қазір енді біз сіңісіп кеттік қой енді бұл нәрсемен. Қазір баяғыдай бір имамдарға немесе бәлкім жамағаттың арасында бір-біріне деген әлі бар шығар, таласатын шығар. Өйткені діни білімі жоқ адамдарға олар бір жаңа иілгіш, соларды бір жаңағы тура жолға түсіргіш болып келеді да. Бұл оқып келген жігіттерге келген кезде ілім жоқ болып қалады да. Рұқсат. Мысалы шәкірттер баяғыда мешітте жүретін болды, солар келіп сұрақ сұрай береді. Сосын мен барам да, не болды, менен сұрашы десең, бізде ілім жоқ қой дейді. Оның ілімі тек қана өзінің бір деңгейінде ғана бар. Сосын мынандай нәрсе да, кішкене білген нәрсеңнің бәрін айта бермейсің ғой сен. Оны сен жаңағы білім таразысына салмай, немесе қағидаларға салмай. Мысалы бізде Ханафи мазхабында фиқ кітаптары бар. Біз оны кәдімгідей деңгеймен муяссардан бастап жаңағы марақил фалахы бар, ихтияр бар, көтеріліп білу бабы бар, кете береміз ғой. Бірақ оларда ондай бір фиқ кітаптар жоқ. Мысалы жүйе жоқ. Бір жүйе жоқ. Қалай олар хадистен дәлел алады. Мысалы мен дәрет алуым керек деп мысалы аяттан шығарып алмайтын шығар енді олар бірден. Мысалы Маида сүресінің 6-шы аятын негізі шығарып алатын сияқты болып көрінеді кейде. Мен естіген кезде бір жігіттер айтты, Жамиа Исламияда Мединада жаңағыдай фиқта мұқаррар нәрсе сразу 4 мазхабты береді дейді. 4 мазхаб дәлелдердің барлығын бірінші курстағы адамға. Бізде жаңағыдай Қудури сияқты мәтіннен бастайды ғой бізде. Намазы бұзатын нәрселер, бұзбайтын нәрселер деп. Оларда бізде мысалға бізде 4 мазхабты салыстырып түсіндіру деген ең патолог деңгей жаңағыдай. Ең соңында 4-5 жылдан кейін салыстырасын, оған жеткен бар, жетпеген бар деген сияқты. Оларда сөйтіп сразу айтып жатсыз ғой, жаңа сразу қарайды сияқты негізі. Құранды ашып бірден мәйдіресе изақумтум иля салати деп бастайды. Бізде Құранда не үшін оқылады? Просто айырмашылықты білдіру үшін ғой негізі. Не істеу, исихат жасау үшін емес. Манағындай таржих жасау үшін емес қой, манағындай мынауын дұрысырақ деп айту үшін емес қой, негізі 4 мазхабты сен қалай үкім бере аласың? 4 мазхаб өзі жеке мазхабтар ғой, өзінің усулдері бар деген сияқты. Дәлелдер қалай алынатынын түсіну үшін дейсіз тек қана. Мысалы мынандай жағдай болды, менде бір жігітпен сөйтіп сөйлесіп жатқанбыз. Жаңа Мысырда оқып келген, не оқыдың? Ханафи мазхабын оқыдым дейді. Машалла. Не оқыдың Ханафи мазхабын? Марақил фалах оқыдым. Машалла. Білесің ғой онда, білеміз, шейхтармен оқығанбыз. Онда қазір өзіңнің әйеліңді ұстасаң дәретің бұзыла ма деймін ғой. Бұзылады дейді. Сразу ұсталып қалды да. Стирлис болды. Енді ол жаңағы шариғатты оқыған адам, фиқты оқыған адам, Ханафи мазхабының базовый ілімін білетін адам дереу ұстап алады. Сонда оларда жаңағы нәрсе әлі бар да, жасыру, тақия деген нәрсе өзінің Ханафи қылып, сен өзің ақиқатта болатын болсаң, оны жасырып не керек? Бұлардың манағы айтатын нәрсесі сол ғой. Мысалы, мен Ханафимін дейді. Неге десең, өйткені Абу Ханифа рахмалла айтты, егер де хадис сахих болса, ол менің мазхабым деген секілді, сол нәрседен кетеді да негізінде. Бүкіл нәрсені сол нәрседен шығарып алады. Ал негізі Абу Ханифа рахмалла ол жерде нені мақсат тұтты? Мысалы, егер де мен мына хадис сахих болатын болса, ол менің мазхабым деген, яғни менің усуліме сай келетін болса, менің қойған ережелеріме сай келетін болса, ол менің ұстаным деген нәрсе ғой негізі. Өйткені оны кез келген ғалым айтқан ғой. Кез келген ғалым айтқан, мысалы, Алладан қорқатын кез келген ғалым сөйтіп айтады. Деген секілді. Немесе менің көзқарасым хадиске қайшы келетін болса, жарға ұрындар деген секілді бұл мысалы айтып жүреді ғой мысалы. Бұлар алуатта мысалы мана хадис сахих па болды, демек ол Абу Ханифаның көзқарасы деген сияқты. Ал Абу Ханифа рахмалла өзінің мысалы шарттары бар хадиске. Не үшін мысалы 4 мазхаб неге бір-біріне айырмашылық бар? Өйткені әр мазхабтың өзінің усулдері бар. Соған сай хадис деген сахих болады немесе даиф болады деген сияқты. Ол сөзді сахих хадис менің мазхабым деген сөзді имам Шафиғи айтқан. Неге ол Шафиғимін деп айтпайды дейсің? Неге Ханафимін деп айтады? Сондықтан да бұл нәрсе негізі асылында жүйелі түрде ілім алмағасын, асылында жүйелі түрде манағындай программамен кәдімгі ілімге тадарруж дейді ғой, деңгеймен алынбағасын, сондай бүлік болады да, түсініспеушілік болады. Сосын бір бағана айттыңыз ғой жаңағыдай жүйе мәселесін сізде айтып отырсыз, мысалы жүйе деп. Шынымен жүйені кейде әлсіздік деп көретін сияқты адам. Мысалға сөйтіп бір оқиға болды, онда оқиғалар көп болды. Бір жігіт бірге оқыған, сол айтады, бір мәжілісте отырған кезде бір кісі келіп менен сұрады дейді, сен шариғат оқып жатқан жігітсің ғой, мынандай хадис бар екен, жаңағыдай қателеспесем түйенің етін жесе дәрет бұзылады деген. Сондай хадис бар екен, ол қалай деген сияқты. Жаңа менің бірге оқыған жігітім айтады,
мен айттым дейді, мен ол білмейді екенмін ондай хадис. Шынымен көрмеген ғой, естімеген. Ондай хадис білмейді екен, бірақ біз Ханафи мазхабында кітаптан өткен кезде дәрет бұзатын нәрселердің ішінде түйе етін жеу деген пункт жоқ деген. Бізде сөйтіп өтеді ғой, дәрет бұзатын нәрселер, дәрет бұзбайтын нәрселер. Дәрет бұзатын нәрселердің ішінде түйе етін жеу деген нәрсе жоқ деген. Значит, ол бұзбайды. Бірақ ана адам қанағаттанбай қалды дейді. Бұл жігіт өзі айтады, мен де андай білмей қалғаныма шамалы естедім дейді да. Сөйтіп қасында отқан бір кісі келіп түсіндірді дейді, жоқ мен саған түсіндірейін, ол деген түйе етін жеген кезде бір кісі арасында жаңағыдай жел шығарып қойған, соны пайғамбарымыз ұялдырмау үшін түйе етін жегендер дәрет алыңдар деп айтқан деп жаңа тағлил дейді ғой. Не үшін хадис айтылғанын түсіндіріп келді дейді. Бірақ ол бұл жігіттің жауап бере алмай қалуы негізі әлсіздік емес, жүйелілік қой. Жүйе, ол қандай хадис алып келсең де менде жүйе бар. Біз ғалымдар салып кеткен дәрет бұзатын нәрселер белгілі. Мынандай хадис алып келсең, оның жауабы бар, мен пока білмей тұрмын, бірақ бар оның жауабы. Мынандай хадис алып келсең де жауабы бар деген сияқты. Бізде альхамдулилля жүйе бар, әлсіздік емес, ол негізі біздің күшіміз деген сияқты ғой. Адаспайсың. Кеше мысалға муфтил жаңа Шамаил Надауи деген атеисті Индияда жеңген кісі, ол да бір немен усульмен жүйемен енді Аллах тағала өзгермейді деген мәселемен. Аллах тағала жаңа әлемнің ішінде емес, әлем оны қамтымайды деген сияқты, әлемнің бәрі өзгеріс болғандығы себепті жаратылған деген жүйемен. Ал сондай сәләфилердің үлкен ғалымдарына егер біз атеистермен таласатын болсақ, қалай айтамыз деген кезде, Аллах тағала бар деп айтамыз. Дәлелің қандай деген кезде, Аллаху ахбарана бизалика, Алла бізге осылай айтты деп Құранда деп айтамыз дейді. Ол дәлел емес қой негізі. Жүйе жоқ. Ана аятты бір алып келесің, мына аятты бір алып келесің. Атеист айтады ғой жаңағыдай, мен сенбеймін ғой, сенің Құраныңа да сенбеймін, хадисіңе де сенбеймін. Логика керек қой. Логика бір жүйе керек, не керек жаңағыдай. Усульдар негізделетін. Сол жоқ. Одан кейін әркім өзіне ыңғайлы хадисті алады, баса береді деген. Соны түсінбейді да бауырлар. Мысалы фих деген нәрсе ол үлкен жеңілдік екен. Қағидалар бар. Басында ауыртпай істе деген нәрсе. Мысалы дәретті бұзатын нәрселер дегенде сен не бұзады деп шаршамай, денеден шығатын нәжіс нәрселер деп түсіндіріп береді фих кітаптары мысалы. Болды, қағида түсінікті. Біреу келіп саған проблема шығып жатыр, мынау дәретті бұзама, ол не, қан ба, ол қан нәжіс ба, нәжіс, ол дәретті бұзады деп шығып кететін жағдай ғой негізі. Бірақ біздер ол жеңіл жолды тастайды. Қайтадан себебі мынандай оқиға демекші, мешітте отырмыз. Ертеректе енді бір 2010 ма 11 ма бір хиджам алдырып жатыр. Марқұм болып кетті ол бауырымыз. Арқасына хиджам алдырып жатыр, субханалла. Қан енді шелектеп шығады ғой хиджам алғанда. Сөйтіп асырдың азан айтылды ма, намазға кеттік те тұрып кетті ғой. Мен бүйтіп қалып кеттім. Қалай не болып кетті. Енді біздерге ұстаздардың үйреткені жаңағындай нәрсе ғой, фих кітапты оқытады, дәретті бұзатын нәрселер, денеден қан шықса, ірің шықса деген сияқты нәрселер. Ана болды да намазға тұра салды деген сияқты. И болады, пайғамбар саллаллаху алейхи осылай оқып алған дейді. Болды. Хадис бар дейді мысалы. Ол қандай хадис, дәрежесі қандай, ол жағына ешкім барып жатқан жоқ мысалы. Мазхабтың арасындағы талас тартыс па, оны да барып жатқан жоқ. Яғни бұл жерде енді қорыта айтатын болсақ, тақлид, соқыр еру. Бірақ сол соқыр ерумен олар кезінде бізді айыптады. Бір қызық айтайын. Қазір балықшыдамыз ба? Өткенде сондай жағдай болды. Мысалы кезінде бұлар бізді фих мәселесінде, мысалы біз Абу Ханифа рахматуллах ұстанамыз, болды, соған ереміз деп айтамыз да, өйткені ол муштахид ғалым деп айтамыз. Фих мәселесінде соған тақлид қыламыз. Мен бұлар келді, сендер манағындай тақлидшіксіңдер деген сияқты атап қойып қойды. Мысалы сендер сүннетке емес, сендер адамға еріп жатсыңдар деген секілді, соқыр ересіңдер деп дәлел ізденбейсіңдер деген секілді нәрсе айтып жүрді. Енді осы шақында осындай жағдай болды, ақида мәселесінде таласып қалдық. Олар бір көзқарасты айтты, мен айттым. Бұны кім айтты сахабалардан деген кезде білмеймін деді, бірақ та мен Ибн Таймияға тақлид жасаймын деді. Ақида мәселесінде тақлид жасаймын деп тұрды. Новый сахаба шықты дедіңіз. Новый сондай бір ереже шыққанда негізі. Мысалы кезінде фих мәселесінде бізді айыптап жүргендер қазір ақида мәселесінде соқыр еріп жатырды, рұқсат етіп жатырды сол нәрсені. Енді вообще ақылға қонбайтын нәрсе да. Енді фих мәселесінде соқыр ерсең нормальный нәрсе да, оны бүкіл ғалымдар рұқсат берді. Өйткені ол фарғи мәселе да, ол деген екінші орындағы нәрсе. Ал сол нәрсені рұқсат бермей, бірақ бірінші орында болған сенім мәселесінде соқыр еру, одан да бетер нәрсе ғой негізі олардың логикасына салатын болсақ. Ал қазір сол нәрсені айтып жүрді. Бір ережені айтты, Алланың сипатына қатысты. Айттым, оны сахабалардан кім айтты, олар көзқарасы деген кезде, білмеймін, бірақ Ибн Таймия сол айтқанын мен соған ерем деді. Айтам ғой, тақлид соқыр ересің бе деген кезде ары қарай әңгіме болмай қалды. Сондықтан да келмейді да, негізі бұлардың жалпы ережесі жыл сайын өзгереді, ұстанымдары өзгереді, адамнан адамға қарай өзгере береді. Сондай болып жатыр да. Сондықтан да жалпы негізі
осы жолда жүрген бауырларға, соның артынан еріп жүрген жігіттерге айтатынымыз сол ғой, келіңдер сөйлесейік, кітаппен сөйлесейік. Үлкен ғалымдардың бер жақтағы манағы өздерінің шейхтары емес, қазіргі замандағы соңғы 2 ғасырдағыны алып келе соңғы бере ма? ғасырдағылар емес, үмбет мойындаған адамдар. шынымен де ақиқат керек пе, ұстанып жүрген жолымды ақиқат екендігін дәлелдеп бересің бе, кел сөйлесейік. Үлкен имамдардың кітаптарымен сөйлесейік та, бер жақтағы адамдармен та. Мақсат не сенің мысалы? Ақиқат па? Кел сөйлесейік деген сияқты айтып жүрміз да. Өйткені бер жақтан алып келіп жүрген жігіттер мысалы бұрмалап жатырған нәрсе өте көп. Өйткені манағында айтқан секілді, қазір бұрынғы айтып жүрген пәтуаларын қарайтын болсақ, олай емес екен деген секілді нәрсе шығып қалып жатыр да. Сол үшін де айтатынымыз, ақиқат керек пе? Кел сөйлесейік. Ақиқат керек емес пе ол кезде? Оларға оңай да, жаңағындай сіз өткенде айтып едіңіз ғой, олардың эволюциясы өте тез өтіп жатқан сияқты деп. Мысалы 19 ғасырдан мысалы бізде сахабалардың, пайғамбарымыздың заманы болды, сахабалардың, табиғиндердің, атба табиғин заманы, олар да сол соңғы 2 ғасырда тек тез жаңағындай, мысалы аят түсті, жаңағындай мазхабтар енді қалыптасып келе жатқан сияқты ма, олардың бір дәл негізі салыстырма, аналогия керемет. Бізде мысалға 4 мазхаб қалыптасты ғой, 4 мазхабтың қалыптасуына қателеспесем хижри 2-ші жылға дейін уақыт кетті. Ең сол Ахмад ибн Хамбал, одан кейін бір сол мазхабтар жүйеленіп, осы 4 адам ғана ереміз деп ғалымдар 3-4 ғасырда нақты белгіледі өзінің позициясын. Бұл кісілерде қазір Альбани, Ибн Баз, Ибн Усаймин, Фаузан деген сияқты 4 имам солардың несі мазхабы қалыптасып бастап жатқан сияқты болады енді жаңағыдай. Шамалы уақыт беру керек. Ибн Баз айтты деп жаңағыдай. Қазір де шығып жатыр ғой, Ибн Баз айтты дейді жаңағыдай. Ибн Баз пайғамбар ма десең, сен Ибн Баздан білгішсің ба деп шығады. Таза тақлид мынау. Мысалға мен саған пайғамбардың хадисін айтып жатсам, Ибн Баз айтты дейді. Бұл Ибн Баз кім пайғамбардың қасында деген сияқты мысалға. Не то что пайғамбар имамдардың келгеніне жетпейді ғой, енді мен дәрежесін не істеп жатқаным емес, бірақ адамдарды орнына қою керек деген сияқты. Ол 4 имамның дәрежесіне жете алмайды бәрі, өзі де оны мойындайды жете алмайтындығын деген сияқты. Сол ғой ол. Күнімізде жаңа Фаузаны бар. Бір менсінбей айтқандықтан айтып жатқан нәрсе емес деген ол, салыстырмалы түрде айтқан кезде жете алмайды ол. Олардың жаңағы ілімін ешкім жоққа шығармайды ғой. Біраз жыл оқыған адамдар. Бірақ факт ретінде ортаға ғылымдық немесе шариғат қойылған кезде енді бұл бәрібір біз асылға қарай кетуіміз керек қой. Алғашқы сахабалар заманына кетуіміз керек, табиғиндар заманына кетуіміз керек. Ең болмаса жаңағы мазхабтар заманына келіп тоқталуымыз керек еді. Бірақ ортада үлкен бір промежуток бар, 10 ғасырлық. Оған дейін мысалы барама бармай ма деген секілді нәрсе болып жатыр да бұл жерде. Енді бұларда мысалы өздерін сәләфиміз деп не үшін айтты мысалы? Не үшін сәләфи деп айтады? Өйткені сәләф салихқа ереміз деді. Онда кел сөйлесейік, мысалы сәләф салихтардың көзқарасын алып келейік. Мысалы 4 мазхаб иесі Абу Ханифа бола ма, имам Ахмад бола ма, имам Малик, имам Шафии бола ма, барлығы сәләфилер, мысалы сәләф салихтың кезінде өмір сүрген. Ал сен келіп алып мына жақта мысалы соңғы ғасырда пәтуамен жүрсің деген сияқты. Ана бір естіңіз бе, сіз айтқан сияқты қателеспесем, осы сөзді мысалға бір мәселені Абу Бакр айтса да мен қабылдамас едім дейді. Сондай нәрсе естідім да мысалға. Бұл қандай негіз, қандай сөз деген сияқты. Сонда сен Абу Бакрды қабылдамайсың ба деген сияқты. Кімге ересің деген мәселе шығады. Мен кейбіреулер тіпті андай естідім, жаңа видеодан өзім көзіммен көрдім. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қателесуі мүмкін, бірақ Ибн Таймия қателеспейді дейді. Еще ол сөзін дәлелдейді отырып алып. Ондай не дейді ғой жаңағыдай. Мына ісінен де жаңағыдай жаманырақ дейді ғой жаңағыдай. Дәлелдеген одан бетер жаман болып кетті да, ол дәлелдеп отыр өзінше. Себебі ол пайғамбар уахи түспестен бұрын ижтихад жасайды. Ибн Таймия осы уахи түсіп келгеннен кейін не істейді деп жаңағыдай. Бұл не түсінік, қаяқтан шыққан нәрсе деген сияқты. Бағана айтты сәләфқа еру мәселесі. Абу Бакрден асқан сәләф жоқ шығар енді. Сәләфтардың несі ең главный бастысы деген сияқты. Сондықтан ол сәләфқа еру деген әңгіме бағанағыдай Құранға еру деген сияқты өтірік бір әңгіме болып тұр ғой. Сәләфқа ермейміз біз. Біз өзіміздің түсінігіміз бар. Сол түсінікке қайшы келгендерді қабылдамаймыз деген мәселе болды. Сол үшін де мысалы бұрындарда мақатта болдым, дәріс бердім, сол кезде де көп айтамын да. Өйткені намаздың алдында дәріс уағыз айтамыз, сол кезде мысалы уахабилер келеді, сәләфилер келеді, қатысады. Сол кезде айтамыз да. Негізі қазір сендер мысалы сахабаларға ереміз деген секілді нәрсе айтып жатсыңдар ғой. Бірақ ешбір ғалымдардың ол нәрсені жасамайды депті. Мысалы қазір ең соң мысалы үлкен дәлелі қазір тарауих келе жатыр. Тарауих мысалы 20 ракат мәселесі. Оны сол кезде мысалы ең қатты мысалы бір ауыздан сахабалар келіскен нәрсе мысалы тарауих мәселесі 20 ракатқа. Ол жерде Омар болды,
ол жерде Али болды деген секілді мықты Убай ибн Кааб секілді үлкен сахабалар болды да, барлығы 20 ракатқа келісті. Енді сендер келесіңдер 18 ракат деп айтасыңдар және шейхтардың сөздеріне ересіңдер. Қайда қалды мысалы сахабаларға ереміз деген нәрсе өтірік нәрсе да, негізі шындығына келген кезде олардың біз сахабамызға ереміз деген секілді нәрсе өтірік нәрсе. Өйткені олардың керек болса мына монтаж жасағанда может қосуға да болады. Мысалы олардың видеолары бар ғой, мысалы манағындай қарапайым де, мысалы Осман радаллаху анхудың мысалы Құранды сүйіп маңдайына тигізу мәселесін айтқан кезде соны Осман жасаған дейді да, бірақ ол өзінің көзқарасы деген сияқты, қателескен деген сияқты. Одан да өткен несі бар ғой, хаза фиғлул жухал деп айтатыны бар. Надандардың ісі бұл дейді. Кімді наданға теңеп жатсың деген сияқты. Сондықтан да мына қазіргі мына вахабилерге еріп жүрген адамдарға айтқымыз келетін нәрсе сол да, негізі жеткізгіміз келетін нәрсе да, ол манағындай бір жек көру емес, жанашырлықпен айтып отқан нәрсе ғой. Сендердің еріп жүрген адамдарын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сахабалардың ермейді негізінде. Ол нәрсені өздерінің кәдімгі дәрістерінен, видеолармен көрсетуге болады. Сахабаларға кәдімгідей олар өздерінің бір иштихаты немесе бір қателескен көзқарасы, мана сіз айтқан секілді мысалы жухалдардың, надандардың ісі деген секілді айта салады. Енді келіп алып кім сахабаларға еріп жатыр? Біз керісінше сахабалардың әрбір ісін мойындаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл хадисіне амал жасауға мысалы әрекет еткен ғалымдар да біздікі. Келіп алып манағындай өйтіп айту, ол өтірік ұранды. Соған адамдар лозунгқа алданып қалады да, Құран сүннет сахабалардың жаңағындай түсінігімен деген нәрсе өтірік нәрсе негізі. Алданып қалады демекші. TikTokта енді небір шейхтар жүр ғой қазір. Соны бір рет көріп қалғам. Арабша мәтінді аударып отыр. Енді бізде харф жар деген бар. Харф жардан кейін келген сөз міндетті түрде мәжрур болу керек. Касра болу керек. Ол жаңағы шейхтары мысалы фиссамаи деген сөз болса, фиссамаа деп оқып отыр да. Соны аударып отыр. Мысалы мына жақта оған адамдар еріп жатыр. Мысалы сіз дұрыс айтасыз. Сонда жаңағы білімді адамның артынан еру керек. Олардың қағидалары 10 жыл 15 жыл бұрын сондай болды. Сен білімді кімнен алып жатқаныңа қарау керексің. Мысалы маған келіп сөйтті есетін еді да. Сен ана мешіттегі имамнан дәріс алып жатсың ба, оны қайдан оқыған білесің ба сен? Сен білімді кімнен алып жатқаныңа қарауың керек деп айтатын бір топ. Енді бір ең төменгі деңгейдегі араб грамматикасын оқып жатқан кезіндегі жар мәжрурды білмей отқан адамның артынан еріп мыңдаған адам соны алдарына ұстаз қылып шығарып жатыр да. Блогердің дейсің. Блогер. Ол оқымаған еш жерде. Мысалы адам қарау керек қой кімнен білім алып жатқан. Сол үшін де мен ылғи айтамын, жалпы білім ұстаздан алынған адамның алдында алыну керек. Әлбетте. Мысалы әрбір көрінген адам мысалы ютубтан бір-екі дәріс үйде отырып алып, шортикпен отырып, майкімен отырып алынған ілім, ол ілім емес, ол жай ғана сенің бір қызығушылықпен алған ақпаратың шығар. Ол саған сіңбейді, кейін сен оған амал да етпейсің. Ал ұстаздың алдында ол ұстазынан алған, сол бір кейбір кітаптардың жаңағы сәнәдімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға дейін сахабалардың, табиғиндардың тізбегіне дейін барасың, яғни бір баракат бар да. Мысалы қазіргі уахаби салафилер осындай бір баракат деген нәрселерді мойындағысы келмейді. Жаңағы береке деген нәрсені мойындағысы келмейді да, мүлдем ол құдды бір жоқ нәрсе секілді қарайды. Толықтай болмайды деген түсінік оларда. Біздер енді жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның берекеті бізге де келсін деп ижазаны сол үшін аламыз ғой біз. Мысалы кітаптар оқыған кезде ижаза хадис кітаптары болсын, қарилар Құраннан болсын деген секілді. Осының бәрінен толық бас тартады да, бірақ сол өздерінің қойып қойған қағидаларын өздері қарсы шығады да, бір надандардың артынан еріп бастайды. Сол жаңағыдай білмеймін енді екі таразымен өлшеу деп немесе айтады ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың әсарлары іздерін жойып жіберді Мекке Мединадан. Қабірлерден бастап түгел жаңағыдай біз бір пайғамбардың киімі деп шығарып жатсақ, мынау ширк деп не істейді бірден. Бірақ қазір Саудияда қай қаласында екенін білмеймін, бірақ Ибн Усайминнің заттары тұрған музей бар. Фотолар бар кәдімгідей. Ибн Усайминнің таққан очки, Ибн Усайминнің соңғы ұстаған ручкасы деген сияқты. Ол киген сандалиясы аяғындағы, Ибн Баздың мәуліді. Сондай заттар, ол деген неге біз пайғамбарды сөйтіп ұлықтай алмаймыз, бірақ сендерге бола ма сондай шейхтарын ұлықтауға деген сияқты. Ол ширк емес пе, ол бір жанды, бір адамды қастерлеу емес пе Алладан өзге деген сияқты. Жоқ. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәйид, яғни мырзамыз деп біз қосамыз ғой.
пайғамбарымыз мырзамыз деп, екі дүние сардары деп болмайды дейді, бидғат айтуға болмайды деген сияқты. Бірақ жаңағы патшаларға сөйлеген кезде ол да мәртебелі патшам деп сөйлейді да, мысалға ғалымдары. Видеолар да бар интернетте, біреу жалған айтып жатқан жоқпыз, интернеттен қараса арабша білетіндер болады. Неге оларға болады, неге пайғамбарға болмайды, неге сендердің арттарындағы нәрселер сонда музейге қоюға болады, пайғамбардың қоюға болмайды деген сияқты мәселелер. Біз енді кейбір адамдардың сол жаңағыдай кейбір надан тірлік істеп жатқандарына жауап бермейміз әрине. Олар сөйтіп айтады, жаңағы біреу сендер сәжде етіп кетеді деген сияқты. Енді ол сәжде етіп кетеді деп жоқ қылып жібермейсің ғой ананы деген сияқты. Сен әркім әртүрлі істеп жатыр. Мысалға Арафада тұрған тас бар андай бір. Соған кейбіреулер сәжде етіп кетеді, бірақ бұзып тастап жатқан ешкім жоқ, ол тассыз деген сияқты. Сондай нәрселер өздеріне болады, бізге болмайды. Бағана сіз айтқандай ғой, өздерінің несіне, қағидасына өздері қарсы шығады, жұмыс істемейді оларға келген кезде. Оларға келген кезде сөйлеуге болмайды. Ибн Усайминнің бір қатесін айтатын болсаң, сен соның дәрежесіне жеттің бе? Сен Ибн Усаймин Абу Ханифаның қатесін шығарып жатыр ғой, ол оның дәрежесіне жетті ма не? Жеткен жоқ қой мысалға. Значит, болады, бізге де неге болмайды деген сияқты ғой. Егер дәлелге еретін болсақ, мен дәлел айтып жатырмын, сен қабылдауың керек. Дәлелді кім айтып жатқанына қара деген жоқ қой ондай. Айтылды ма қабылдау керек деген сияқты. Жұмыс істемейді де, бірақ қағида өкінішке орай. Тек ауызда. Олардың сосын ең бір жек көретін нәрсесі бар, ол матуриди. Яғни ашари, матуриди. Енді біз айтамыз, біз имам матуридидің жолымен жүреміз. Абай да сол жолымен жүрген, Шәкәрім де сол жолымен жүрген дейміз. Мақтанамыз дейсіз. Мақтанамыз, оны әлем мойындаған, ислам әлемі мойындап кеткен екі ұлы ғалым. Енді осы тұрғыда мынандай нәрсе шығады. Абу Ханифамен жүресің ба, матуридимен жүресің ба деген бір болмайтын сұрақ. Қазақсың ба, мұсылмансың ба деген сияқты. Сол сұраққа қалай жауап берсек болады? Енді сол сұраққа не деп айтамыз? Ханафи ма немесе Ханафи бол или матруди бол, немесе Абу Ханифа матруди болған жоқ қой енді. Негізі бұл сұрақты қоюшы адамның өзі негізі сұрақ қате нәрсе да негізі. Неге? Өйткені имам матруди рахмалло, мысалы оларға айтатын нәрсемізді, имам матрудидің сөзінен Абу Ханифа рахмаллахтың сөзіне қайшы келетін бір сөзді алып келші деп айтамыз да. Жоқта негізінде ешқандай бір сөзі қайшы келмейді. Тек қана жол деп айтамыз ғой, сол ақиданы дәлелдеу жолы сәл кішкене өзгешелеу болмаса, бірақ бүкіл нәрсесі бір нәрседе айтып жатқан нәрсе. Олар неге? Өйткені олар не істегісі келеді? Мысалы, олардың өйтіп айту себебі, өйткені Абу Ханифа рахмаллахқа олар тікелей айтуға дұқтар жетпейді негізінде. Абу Ханифа рахмаллах адасқан деп айтса, білет бүкіл үммет оған қарсы шығатындығын. Сондықтан да олардың әлі келетін тек қана имам матрудиге әлдір келеді. Сол үшін де айтады. Негізі шындығына келген кезде мысалы имам Ишаратул Марам бар ғой, мысалы. Сол жерде де мысалы не деп келеді? Мысалы Абу Ханифа рахмаллахтың имам матрудиге ешқандай айырмашылық жоқ екендігін кітапта келтірген. Ешқандай бір мәселеде болсын келмейді негізінде ақида мәселесінде. Сондықтан да олардың өйтіп айтулары негізі Абу Ханифаға тікелей сөйлеуге дәттері жетпейді. Сол үшін де имам матруди ондай емес деп айтады. Ал негізі Абу Ханифа рахмаллахтың сөзіне, кітаптарына келетін болсақ, мысалы имам Абу Ханифа рахмаллах васиясында, мысалы Алла тағала истауа мәселесінде, Алла тағаланың истауасы ол орнығу мәселесінде емес деп айтады. Орнығу мағынасында емес дейді. Егер орнығу мағынасында болатын болса, аршы болмай тұрып Алла қайда болды деген секілді сұрақтар қояды. Немесе Абу Ханифа рахмаллахтың ақидасын баяндайтын имам Тахауи, мысалы, бүкіл әлем мойындаған, бүкіл үммет мойындаған, Алла тағала мысалы тараптардан, жихадтардан айтады, мысалы мекен пәк деп айтады, мысалы. Бұлар ол нәрсені айтпайды. Абу Ханифа рахмаллахтың керек болса тікелей айтып көру, мысалы. Айта алмайды. Сол үшін де ол манағында өйтіп екеуін бөліп қарау содан шығады негізі. Ал шындығына келген кезде кітапта ешқандай айырмашылық жоқ негізі. Дәті бармайды да. Немесе матруди ақидасын оқуға олар ақылдары жетпейді негізінде, ілімдері жетпейді. Өйткені имам матруди сондай нәзік мәселелерді қозғаған, сондай ауыр сөздермен қолданған, олардың түсінуі мүлдем ақылдары жетпейді негізінде. Өйткені манағындай мантық мәселесін, айлмул кәлам мәселесін үйренбеген адам ол кітапты тісі батпайды негізі. Сол үшін де олар вообще аша алмайды негізі кітапты. Оларға арналмаған деп. Ана Рамадан Бутейдің Кубра Яқиният Кауния деген керемет ақида кітабы бар ғой. Енді қиын кітап жаңағыдай. Соның сәләфилердің үлкен ғалымы бар, Салим ат-Тауил, қателеспесем. Сонда айтады. Осы кітапты мақтайды дейді барлығы. Түсінбейсің деп, ол қалай ол деген сияқты. Түсіну керек қой деген сияқты. Қиын. Ол ғалымдардың өзі түсінбей отыр да кітапты. Қарапайымдар қалай түсінсін оны деген сияқты. Ғалымдардың өзі түсінбейді. Ғалымдар да сол үшін әдейі қиындап жазады деймін, ойлаймын да, жаңағыдай аналар түсінбесін бұлар. Құрманғазы ұстаздан барып сұраймын ғой, ұстаз неге қиын деймін ғой, оқып жүр бірінші курста әр кез.
неге қиын, неге бүйтіп ашып түсіне салмаймыз мына кітаптарды? Енді өте қиын ғой біздің фих кітаптардың өзінен. Қайта алмай қаласың ғой басына. Дамирларың қаяққа кеткенін таппай, немесе не айтылып келе жатады, дәрет мәселесі айтып талаққа кіріп кете салады деген сияқты. Сондай теңеулер келген кезде неге қиын дегенде, әйтпесе адамдардың бәрі ғалым болып кетеді ғой дейді. Жеңіл болса жаңағы оған жауап беретін адамдар да көбейіп кетеді. Мысалы имам Матуридидің кітабы өте жеңіл болатын болса, оған жауап жазғыштар да көбейіп кететін еді. Көрінген адам оған үкім алып, көрінген адам одан үкім шығарып, өзіне қарай бұрып кете беретін еді да. Мәселе сода да, бұл хикмет қой енді. Мысалы Құранның да хикметі сол ғой, сен неше түрлі нәрсе шығады оның астынан. Оның астынан сен тәуил жасайсың, немесе тафвид жасайсың. Оған мысалы Құранның өзіне қанша тәпсір жазылды? Әлі күнге дейін жазылып келе жатыр да. Хикметі сол да. Кітаптардың да бұл жерде хикметі сол дейді жаңағындай. Біз сіз секілді адамдар барып ашып әрбір жерден дәріс беріп кете бермесін деген секілді. Мысалы айтады да, мысалы уахабилердің кірген мазхабтарын айтады ғой. Мысалы Шафии мазхабында көп, мысалы Хамбалиде көп, мысалы Маликиде көп деген секілді, бірақ Ханафиде өте аз деп айтады да. Неге? Өйткені Ханафи кітаптарының усулін түсіну ол екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе да. Сендер секілді ақымақтар ол нәрсеге кіре алмайды деп айтады да. Немесе манағындай не мәселе еді, мысалы мына кітапты ауыр тілмен жазу мәселесін сұраған кезде ғалымдар айтады да, не үшін дегенде, өйткені көшедегі адамдар оған жоламау үшін да, өз орнын білу үшін да. Ал соның кесірін қазір көріп жатырмыз да. Мысалы манағындай блогер сымақтар келіп алып, ешқандай ілім алмағандар шариғи кітаптарға өткісі келеді да. Сол нәрсені бір нәрсе сөйлегісі келеді да. Ал негізі ғалымдар сол нәрсені білді, сен деңгейіңді біл, өзінің дәрежеңді біл, сол дәрежеңе сай жүр деп негізі айтқысы келген адамдар ғой негізі. Сондай кітаптарды ауыр тілмен жазу мақсаты сол еді негізі. Сен деңгейің жетпей ма, жүре бер сен. Ғалымнан пәтуа сұрады, жүре бер. Намазыңды оқы, намазыңды оқы да жүре бер. Негізі бұларға да айтатынымыз сол да негізі. Деңгейің жетпей ма, усульді сен түсінбейсің ба, хадиске жолама. Өйткені сен бүкіл хадисті меңгерген адам емессің ғой, сен хадистен сөйлейтіндей. Білмейсің сен мына хадис бар. Рияду Салихин сияқты кітапты алып жүре бер. Сол 40 хадисті оқы, Рияду Салихин оқы, немесе Имам Бухаридің Әл-Адабул Муфрадын оқы деген секілді оқи жүре бер. Саған ешкім демейді. Бірақ ғылыми мәселеге кірмеді сен. Өйткені деңгейің емес қой, сен орынды білсейші. Мен сол діни блогерлердің де апаты ғой бұл. Аудитория жинау өте, ол әйелі болсын, еркегі болсын, қай. Оларға хайп керек, алып шығады да бірден үкімді ортаға сала салады. Ол басы бар ма, аяғы бар ма, жойылған үкім ба? Ертең не болады деген жаңағыдай сұрақ жауап бола ма, осы дүниеде ақыретте деген нәрсе ойландырылмайды. Абу Ханифа айтады ғой, мысалы кімде-кім егер діни мәселеден сұралған кезде жауабын айтайын деп жатқан кезде, мен Алланың алдында тұрмын, айта аламын ба деп елестете алмаса, ол құрдымға кетеді дейді ол адам. Сен бір мәселе сұралған кезде бірден елестетуің керек дейді. Алланың алдында тұрған кезде осы сөзімді қорғап шыға аламын ба деген сияқты ғой. Ерсін ұстаз айтатын еді ғой, ақыреттің дүрбісімен қара деп. Немесе мынандай мәселеде, мысалы қазіргі блогерлер, мысалы ғылыми мәселеге, мысалы физика бола ма, химия бола ма, ол мәселені қозғай алмайды мысалы. Немесе қазіргі мысалы технология мәселесін қозғап кіре алмайды. Немесе қазіргі мысалы Қазақстан мысалы заң мәселесіне кіре алмайды. Неге? Өйткені қорқатты. Не бар? Жаза барды. Ал бірақ дін мәселесінде ешкім қорғап отқан жоқ қой оны. Қорғайтын нәрсе ол мысалы қияметтегі жаза барды, бірақ оған деген сенімдері жоқ. Сол үшін де ойына келген, аузына келген айта береді. Өйткені спрос бар екендігін әлі білмейді, сезінбеген адамдарды. Ал бірақ олар келіп алып, мына дүниедегі спрос болатын нәрсе болатын болса, ауыздарын аша алмайды, қорқады. Өйткені біледі. Қазір мысалы хаттама келеді, немесе манағындай істен арыз түседі, штраф келеді, біледі, сол нәрсе қорқады. Ал бірақ Алланың алдынан қорқу деген жоқ. Ақыретте оның жауабы бар екендігін, ақыреттегі азап бар екендігін сезінбеген адамдар сол үшін ойына келген айтады. Ал бірақ негізі Алланың алдындағы сұрау өте қатты негізі. Алланың атынан бір нәрсе сөйлеу өте қорқыныш нәрсе негізі түсінген адамға. Бұл неде сен штраф төлейсің, бір нәрсе жасайсың, бәрібір орынға келесің да. Ал бірақ ақыретте жағдай не болады? Сол үшін де сол нәрсе болмағандықтан қазір кез келген адам дін мәселесіне келген кезде өздерін ғалым сезінеді. Ал бірақ дін мәселесіне сөйлеген кезде адам білу керек те, сен Алланың атынан сөйлеп жатсың. Алланың атынан сөйлеген адам, егер қателесетін болсаң, Алла айтпаған нәрсені айтты дейтін болсаң, сұрауы қатты болады. Сол үшін де айтпағымыз жаңағы өзіңнің матруди екендігіне бір қысылудың қажеті жоқ. Жаңағы мен тахауимын. Сол мәселені айтпақшы. Қозғап жіберсеңізші. Енді кейбір адамдар бар, жаңағы бана айтып отырмыз ғой.
жаңағы өзінің матруди екендігін айтқысы келмейді, бірақ ұялады матруди ұяла ма, мен кірмеймін ол мәселеге деген секілді, немесе мен тахауимен жүремін. Баяғыда әзілдеп айтатын едік универде жүргенде, мен тахауимын деген сияқты, бірақ енді ол деңгейдегі айтылатындай сөз емес қой. Мысалы ойнап айтылған нәрсе. имам Матрудидің жаңағы сіз бен біздің қорғауымызға қажет ететіндей ғалым емес ол кісі, өз деңгейінде дәлелдеп кеткен адам. Енді мен ойлаймын, білмесең, мен Матрудиді білмеймін, кешірім сұраймын, білетін ұстаздан сұраңыз деп айту керек. Оны жоқ, ондай нәрсе. Жаңағы өткенде бір блогер ма, журналист па, имам Матруди деген адам өмір сүрмеген деп бөсіп отыр еді. Википедияны қарадым, таппадым деген сияқты. Бір сәләфи бауырымызбен бір имам ба бір таласып қалған ғой, сөйтіп жаңа имам кісі дәлелдерін келтіріп бір хадис айтып қалған, сөйтіп да деп жаңа хадис естімеппін, көру керек екен деп айтады дейді. Ана сен еститіндей бұл хадистің ба, бүкіл хадис зерттеп тастаған деген сияқты. Сол сияқты жаңағыдай Википедиядан қалап білмеймін деп отыр ғой деген ғой. Енді қанша томдаған кітаптар бар жазылған ислам тарихында, оның бәрін оқыдың ба оқымадың ба деген сияқты. Сол бір Матрудиге қатысты бір қызық не бар, жақында бір оқып қалдым. Бұны айтып жатқан адам дейді ғой, жаңағыдай тыс адам болды дейді. Ол Ашғарида емес, ол Матрудиде емес, жаңағыдай басқа бір зерттеуші ғой деймін, өзі ғылыми. Сол айтады, мен ислам ақидаларын зерттеп қараған кезде, мысалға Ашғари мен Матруди салыстырған кезде, Матруди мазхабы сульбун вахидун деп айтады, бір тұтас дейді. Абу Ханифаның негізімен до конца келе жатқан тізбегі де бар, сосын ілімдері де ешқандай өзгеріссіз бір ақида дейді. Татауыр дейді, жаңағыдай неден өтпеген этаптан. Мынандай болып, одан кейін мынандай болған. Абу Ханифаның айтқан сөзін дәл сол имам Матруди айтады. Ашғарилерде өзгешерек. Имам Ашғари Муътазили болған, Муътазилиден кейін Ахлу Суннаға өткен. Бұл жерде не бар, шамалы этаптан этапқа өту мәселесі бар. Ол жерге сәләфилер тиісе алады. Сендер имамдар мынандай болған, жаңағыдай, содан кейін мынандайға өткен, одан кейін келесіде өткен білмей қалғансыңдар сендер деген сияқты неше түрлі жаңағыдай әңгімелер айтады. Бірақ имам Матрудиде ондай әңгіме жоқ. Имам Матруди жаңағыдай кішкентай кезінен ілім алған кезде Абу Ханифаның сол негізіне сүйенді, сол негізі шарықтады, болды, артық әңгіме жоқ. Матруди, Ханафи жаңағыдай бірдей деген сияқты. Ерекшелігі осы екен біздің мазхабтың. Сосын тиісе алмайды бізге. Содан кейін басқа мазхабтардың әсер ету мүмкіншілігі де жоқ бізде. Жаңағы бізде айтады ғой, имам Матрудидің қоршаған ортасында бидғатшылар болмаған дейді негізі. Имам Матрудидің жауап беріп жүрген адамдары ар жақта басқа елде деген сияқты. Ондай емес. Ол ортада жоқ адасқандар. Бәрі Ахлу Сунна, бәрі Ханафи деген сияқты. Ашғарилер кәдімгідей соғыстың ортасында өмір сүрген ғой, жаңағыдай. Батини бар, Жахми бірдеңе, Муътазили кәдімгі екі ортада. Матрудилер өздерімен өздері кофе ішіп қойып деген сияқты жаңағыдай. Ешқандай әсер етпеген деген ғой, ешқандай адасқан ақида әсер етпеген. Абу Ханифадан келе жатқан таптаза ақида, таптаза фиқ дәл солай кітаптарға түскен. Сосын бізде мындай мәселе бар ғой, мысалы бір адам қандай екендігін сұрау үшін, білу үшін бізде сала бар да, мысалы жарх ва таъдил мәселесі бар ғой. Мысалы сен бір адам жайында білгің келетін болса, біз бұл не ислам дінінің бұл ерекшелігі негізінде. Басқа дінде немесе басқа идеологияда жарх ва таъдил мәселесі жоқ негізі. Жарх ва таъдил деген яғни бір адам сенімді ме, сенімді емес пе, оның көзқарасын алуға бола ма, болмай ма мәселесі бізде ислам дінде бар да ол деген. Басқа ешкімде жоқ. Мұны шейх Рамадан Бути келтіреді бұл мәселе рахмалла. Сол себепті біздің дініміз сақталды деп айтады. Енді бұларға айтатынымыз сол да, имам Матруди жайында білгің келе ме, Википедиядан қарама. Википедиядан қарама, интернеттен іздеме мысалы. Ол қайдан қарау керек? Мысалы жарх ва таъдил мәселе жазған, мысалы имам Захаби секілді, Ибн Хаджар Асқалани секілді ғалымдардың кітаптарын қара. Табақаттарын қара, мысалы табақат Шафиғи бола ма, Ханафи бола ма, мысалы имам Ашғари Шафиғи болатын болса деген секілді, сен құсаяқтан қара, ізде табасын да. Керек болса кешеде мысалы айттым, мысалы манағы Хамбали мазхабы жайында кітап оқып отырық қой, уахабилерге қатысы жоқ деген секілді кітап оқып отырған кезде сол жерде де келеді. Хамбали мазхабынан үлкен ғалымдары Ахлу Сунна кімдер деген кезде Ашғари, Матруди деп келтіреді, және Асари деп келтіреді, имам Ахмадтың мазхабын келтіріп кетеді, көзқарасын келтіреді, мухаддистерді келтіреді. Сол жерде де айтып кетеді, мысалы бұлар келіп алып манағындай Википедиядан іздедім, таппадым деген нәрсе. Бұл кішкентай, былай айтқанда баланың әңгімесі да негізінде. Интернет шықпаса не істейсің? Соны айтамын. Сол үшін де кәдімгі мұсылмандық шариғатқа сай ізденіс жасайтын болсаң, үлкен ғалымдардың жарх ва таъдил мәселесі, манағындай Сияр А'лам Нубала бола ма, сол секілді кітаптардан қара. Ішінде бәрін жазылған мысалы. Утул буюта мин абуабиха деп жаңа. Соны айтамын. Үйге есігінен кіріңдер дейсіз. Иә, Алла разы болсын сіздерге. Амин. Бір шама әңгіме басын қайырған сияқтымыз. Тоқтамайтын әңгіме ғой негізі, шайдың үстінде айтыла беретін әңгіме секілді. Алла разы болсын, қуанышты сізге, Рамазан ұстаз сізге, барша құрметті көрермендер.
біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, бізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдарды біздің арнаға жазылып жаңа қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, келесі шығарылым шыққан кезде сізге бірден хабарлама беретін болады.